Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай ашыған сүттен өте керемет шығатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Оған ең алдымен бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқаны жарып, оның үстіне қантты салып, жақсылап венчикпен араластырып дайындап аламыз. Әбден көпіреді. Жұмыртқалы қантты масса араласқан соң үстіне күнбағыс майын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған ашыған сүттен құямыз, бірақ ескерте кететін жайт, ешқандай арасында іртік болмауы тиіс. Жарты шай қасық тұзды салып, тағы да араластырамыз. 175 грамм ұнымызды еліктен өткізе отырып, сұйықты массамызға араластырамыз. Және де қопсытқышты да салып, барлығын еліктен өткізіп, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның барлығы толықтай салынған соң, қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да жақсылап шайқап аламыз. Осындай сұйықтықты масса дайын болуы қажет, 15-20 минутқа қалдырамыз. Құймақ пісіретін арнайы табамызды, ал ең біріншісі және екіншісі құймақ пісірердің алдында осылай май жағып алып, кейін құймақтарымызды пісіреміз. Бір жағы қызарқаннан кейін, осындай ұзын ағаш шпажканың көмегі арқылы екінші жағымен аударамыз. Екінші жағы да өте тез піседі, оны да алып, екінші құймаққа да дәл осылай май жабып шығамыз да, дәл осылай пісіре береміз. Бірақ кейінгі құймақтарға ешқандай да май жақпай пісіре береміз. Осындай ұзын ағаш шпажканың көмегі арқылы өте оңай жасалады. Ең алдымен осылай шет-шеттерін ашып шығамыз да, кейіннен біреуін салып, тез-тез аудара саламыз. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұдан өзге де басқа да рецепттер менің каналымда бар. Міне барлық құймақтарымызды пісіріп шықтық. 500 мл ашыған сүттен менен 25 данадай құймақ шықты. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ешқандай да сүттің дәмі білінбейді, қатты тәтті де емес, өте дәмді. Кешкі шайға немесе таңғы шайға өте керемет десерттердің бірі болып саналады. Сондықтан дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.